Сәлем достар, менің Тока Каусар деген каналыма қош келдіңіздер. Бұл 140 балдың 3-ші бөлімі. 140 сериал басталмай тұрып, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және колокольчик басып кетуді ұмытпаймыз. Ал ендеше кеттік. Білесіңдер ме не істеу керектігін? Ентіні айыру керек. Гони, что ли? Қайдағы бір қиялды айтпаса Зидан су ішесің бе кішкене, өзіңе келесің қайта. Мира, мен өзімдемін. Жоқ, айтыңдар сендерге, или план ұнамай жатыр ма? Жақсы ой, қате үлкендердің бүкілін орнына қоямыз. Ешкім сосын енді деген теманы тапсырмайды. Досым, бізде шок болып отырмыз, бірақ сенің айтқаның как-то алжығансты сияқты. Сорян, эмоция беріліп кеткен сияқтымын. Басқа вариант бар. Максимальный балл алсақшы. Әрқайсымыз 140-тан 140. Менше ата-анамыздың және мұғалімдердің ауыздарын жаптыратын ең күшті тәсіл. Ей, точно. Мажорик дұрыс айтады. Егер бәріміз 140-тан 140 балл алсақ, олардың бәрі шоки болады. Жапшы бол аузыңды. Қайдағы болмайтын нәрсені айта бересің. Одан да дәмелге қалай көмектесем, қалай қолда көрсететінін ойламайсыңдар ма? Қайдағы нәрсені айта бермей. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін сабақ болмайтын болды. Полицияның сұрақтарына жауап беріп, үйге қайта берсеңдер болады. Бұл тест орталығының филиалы. Бізге емтінің жауаптары керек қой. Жауаптарын осында алуға болады. Қара, бұлардың сайттары да бар. Сайттарында қызметкерлердің нөмірлері де бар. Получается, звондап жауаптарын аламыз ғой, я? Сенімен барғанына өкініп қалдым ғой. Все, без приколов. Айтпақшы, алдыңдағышын ренжібе. Жай ғана проверка болған. Жақсы бала екенсің ғой. Бәрі нормально. Сенің орнында болғанда мен де солай істенем. Мир? Менде саған бір сұрақ. Сенде осы заряженный атының жағдайың жаман емес. Не үшін біздің мектепке түстің? Енді зачем саған? Қысқаша айтқанда, менің заряженный ата-анам менің енді тапсырғанда талап етеді. Егер ентін тапсырмайтын болсам, наследствомнан айырылам. Олар кімдер? Бұлар ентінің жауаптарына қол жеткізе алатын адамдар. Серьезно? Іске кірістік па? Бә, жегейсіңдер, қудыңдар. Еще как қудыңдар. Қыздар, жігіттер. Не әңгіме ол қудыңдар деген? Жоқ, ойланыңдар, хотя бы жартымыз проходной балл жинасақ. Өсе қырыр, керемет емес па? Жарайды. Қайсыларының ата-ананың жағдай жетеді? Айтыңдаршы, нормальный университетке түсуге. Барлықтарың никчемный университетке түсесіңдер, оқуға түсесіңдер, ұнамайтын мамандықта оқитын боласыңдар. Оған қоса 100% мен сендерге гарантия бере аламын. Сендер даже сол мамандық бойынша жұмыс істемейсіңдер. Өйткені ұнамайды сендерге. Олардың да қалап тұрғаны осы достар. Біздің жеңгенімізді күтеді олар. Ал егер біздің ойлап жатқанымыз шынайы болса ше, біз олардың қате жасап жатқандарын дәлелдей аламыз. Біз олардың аузын жаба аламыз. Оған қоса 140 балдан алып, ата-анамызды қуанта аламыз. Дұрыс емес па? Так что, қыздар, жігіттер, қуасын ба, анау-мынау деудің орнына бәріміз сол ентінің жауаптарын іздеп табайық, достар. Хорошо? Жауаптардың доступын алу үшін бізге 2 адам қажет. Біріншісі бізде ол Тоқтар Берденова, және де екіншісі ол соның көмекшісі Малика. Бәш көрейінші. Менің ойымша бастықты қолға алу керек сияқты. Солай логичнее. Ал менің ойымша бірінші Маликаға бару керек сияқты. Өйткені солай безопаснее. Менде бір идея бар. Мен журналист болып барайын. Сол Малика қыздарын сұхбат алып барайын. Оның как раз жасы 25-те. Так что ондайға сеніп қалу мүмкін. Күшті идея. Сіздің уақыт бөлгеніңізге рахмет, Малика. Сізге де. Сонда ендіні алдап өту мүмкін емес па? Жоқ, әрине. Сен ұбытының қашан тапсырған едің? Тақ қандай міндеттеріңіз бар? Өте көп. Ұбытыға байланысты барлық істермен айналсам. Жалпы ентіде қанша сұрақ болады? 1000-даған. Үнемі жаңарып тұрады. Олар қайда тұрады? Олар сізге айта алмаймын. Түсінікті. Ал оларға кімнің қолжетімділігі бар? Девушка, мен сізбен бұл тақырыпты сөйлесе алмаймын. Онда сұхбатында қажет шығар деп ойлаймын. Кешіріңіз, сізбен и так көп уақытымды алып қойдым. Сау болыңыз. Вот стерва. Достар, бұл облом болды.
Бұл идея чөтті жарамады. Басқа план ойлап табармыз. Әлі де идеялар көп қой. Сендер әлі қоймадыңдар ма? Қазір 21-ші ғасыр ғой. Я, бұрын алдауға болатын шығар, бірақ қазір кезде алдау мүмкін емес. Задрадинчик опять все за свое. Барлықтарыңа сәлем. Дәмелі! Қалайсың, Дәмелі? Бәрі жақсы ма сенде? Сен сағынып кеттік қой. Привет, Дәмелі. Қалайсың? Менде бәрі жақсы. Барлықтарыңа ойындағандарыңа рахмет. Бірақ болған жайтты ұмытпақшы бәріміз. Алло, сәлеметсіз бе тәте? Мен по объявлению звондап жатқан едім. Я мысықтар жайлы. Біреуін алайын деп едім, мысықтардың біреуін. Все, 1-2 сағаттан кейін барып қалам, иә? Қазір адрестін жіберем. Болды, қазір барам. Yes! Ал достар, осымен біздің сериалымыздың бөлімінің соңы аяқталайын деп жатыр. Мынау менің сіңілімнің каналы. Менің сіңілімнің каналын қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик қалдырып кетіңіздер. Мен сіңілімді қолдап кетіңіздер. Және де менің каналымнан келесі бөлімдерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, және де колокольчик қалдырып кетіңіздер. Сонда келесі бөлімдерді жіберіп алмайтын боласыздар. Және де менің каналыма лайк басып, и комментарий жазып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.